Сәлем досым, сайт менеджменті курсының алғашқы сабағына қош келдіңіз. Бүгінгі сабақта біз сайт жасау барысындағы алғашқы этап, яғни техникалық тапсырманы жасау жайында айтатын боламыз. Техникалық тапсырма дегеніміз не? Мұндай сөзді сіз бірінші естіп тұрған шығарсыз. Мүмкін тызы десем түсінікті болар. Көпшілігіміз техникалық тапсырманы тызы деп атаймыз. Тызы дегеніміз орыс тілінің техническое задание деген сөзінен шыққан аббревиатурасы. Біздің курс 100% қазақ тілінде болғандықтан техникалық тапсырма деп қазақша атауды жөн санадық. Жалпы техникалық тапсырма ұғымы өте ауқымды ұғым. Ол әр салада, әр түрлі форматта жасалынып, әр түрлі мәселелерді шешеді. Жарайды, сонымен сайттың техникалық тапсырмасы дегеніміз не? Сайттың техникалық тапсырмасы дегеніміз сайттың қандай қызметтерді атқару керектігі жайлы және қандай функционалдарға ие болу керектігі жайлы жазылатын құжат. Техникалық тапсырманы жасаудың басты мақсаты жасалыну керек сайттың алдын ала құрылымы мен функционалын анықтап бекіту. Оларды анықтай отырып, сайттың жасалу уақыты мен оған кететін ресурстарды есептеуге болады. Техникалық тапсырмада келесідей ақпараттар жазылады. Ең алдымен сайттың жасалу мақсаты. Яғни сайт не үшін жасалыну қажет. Екінші жазылу керек нәрсе сайт қандай мәселелерді шешуі керек. Мүмкін сіздің сатылымыңызды арттыру керек, немесе бір бизнес процесіңізді автоматтандыру керек шығар. Техникалық тапсырмада үшінші жазылу керек нәрсе сайттың қандай функционалы болу керектігі жайлы. Яғни сіздің сайтыңыз қандай функционалдарға ие болу керек. Мысалы, сіздің интернет дүкеніңіз болса, сіз техникалық тапсырмаға интернет дүкенге себет функциясы керек деп жазасыз. Техникалық тапсырмада төртінші жазылу керек нәрсе сайттың келбеті мен дизайны жайлы. Сіз бұл құжатта сайттың кескін келбеті қандай болу керектігі жайлы нақты жазуыңыз қажет. Мысалы, сайттың түсі ақ, көк түстерден тұру керек, немесе қызыл, қара түстермен боялуы керек деп. Соңғы бесінші жазылу керек нәрсе ол сайттың қандай талаптар мен ережелерге сай болу керектігі жайлы. Талаптардың түрлері әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, техникалық талаптар болуы мүмкін. Ол дегеніміз қандай да бір бағдарламалау тілін қолдану керектігі жайлы. Немесе діни талап болуы мүмкін. Көбінесе ашық әйел адамның суреті қойылмауы керек деген сияқты. Техникалық тапсырманы жасау көбінесе электронды нұсқада ыңғайлы. Мысалы, Word форматында, немесе презентация, немесе PDF форматында. Бірақ сіз егер бұл бағдарламалардың еш қайсысын білмесеңіз, сіз жай ғана А4 қағазды алып, оған қара қаламмен сайт жайлы өз ойыңызды түсірсеңіз болады. Бұл да техникалық тапсырма болып саналады. Техникалық тапсырманы біз негізі екі түрге бөлеміз. Біріншісі бастапқы тызы, екіншісі аяқталған тызы. Бастапқы техникалық тапсырмада, яғни техникалық тапсырманың черновой вариантында тек қана негізгі идея жазылады. Бұл жерде нақты ақпараттар көрсетілмейді. Ал аяқталған техникалық тапсырмада нақты ақпараттар дәлме-дәл көрсетіледі. Аяқталған техникалық тапсырманы жасау үшін көбінесе сайт жасау мамандарына жүгіну керек болады. Мысалы, сіз біздің компанияға бастапқы техникалық тапсырмамен келсеңіз болады. Сізге тағайындалған арнайы жоба менеджер бастапқы техникалық тапсырманы сізбен ақылдаса отырып, аяқталған техникалық тапсырмаға айналдыруға жұмыс жасайтын болады. Техникалық тапсырманы біздің компания көбінесе сайттың жасалыну уақыты мен оның бағасын шығаруға қолданады. Алайда техникалық тапсырманы жазуға қиналатын, немесе оны жазуға уақыты жоқ клиенттеріміз де бар. Ондай клиенттерге біз арнайы бриф дайындаған болатынбыз. Бриф дегеніміз техникалық тапсырмада жазылу керек ақпараттарды алуға арналған анкета типтес құжат. Яғни оны қарапайым сайт анкетасы деп атасақ та болады. Ондағы сұрақтарға клиент жауап бере отырып, техникалық тапсырманы жазып қойғанын да байқамайды. Бұндай жағдайда кейбір ақпараттар жетіспеуі мүмкін. Ол кезде жоба менеджері клиентпен етене байланыса отырып, техникалық тапсырманы соңына дейін аяқтап бітіру керек болады. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті әрі пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де біздің сабақ сіздерге ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.